Көрген жоқпын ба? Қанатыным, осы Атырауда 3 жылдай қызмет еттің теледидарда. Теледидар менің қызмет еткен о бастағы радио, осы салада жұмыс істеген кездерім менің еш уақытта ұмытылмайтын сәттерім. Сол осы өзің осында қызмет еткен кезде Атыраудың теледидары өзің арқылы менің ең шығармашылық байланыстағы жақсы ұжымым болды. Өзіңмен шығармашылық сырласуымыз, пікірлесуіміз, мынау заманға орай қоғамға байланысты көп жағдайды, сосын рухани дүние, осы өнер, әдебиет, музыка бәрін ақылға салып отырдық. Сонда өзіңнің жұмысыңдағы жаңашылдық болғанда сондай, мынау әлгі әбден таптанды болған ежелгі бір әдістер емес, жаңадан осындай қай салада болсын, мысалы еңбек адамын түсірсең де, мен сияқты өнер адамын жаңағы түсірсең де, осының барлығы осы заманға лайықты жаңа көзқарас, жаңа түсінікпен жасалды. Сондықтан енді қызметің өзгеріп, Астанада үлкен кәдімгі мекемелерге барып, әсіресе жаңағы біздің халыққа өте керек нәрсе, қоғамға керек нәрсе, қоғам сол арқылы қандай қоғам екені сезіледі, ол қазақ тілі қоғамы. Ұлттық біздің болмысымыз, жаратылысымыз. Міне осы жұмысқа тағайындалған екенсің, сәтті болсын. Біздің шайымыздың, дастарханымыздың енді батасын берейін. Дастархан байлығын, денсаулығын, басамандығын беріп, адамдарға мейірім, рақым, қанағат, заманға тыныштық, елге ынтымақ пен бірлік, береке, бәріміздің отбасымызда сүттей ұйыған ұлы тыныштық болсын, жақсылық болсын, сәттілік болсын. Бас қосуымыз ылғи осындай жақсы күндерде болып жалғасып жатсын. Болашағымыз нұрлы болсын. Жаңа Қазақстанның бүкіл болашақ жаңағы сәулелі, шуақты, ғажайып өмір болсын. Осыған тілектеспін. Аллаху акбар.